сөйтіп Қытайда жаңа чәнгән, мәнгән, сәнгән, сізде бізде өмір естімеген жаңағы маркадағы көліктер өндірілді. Енді солар қайтты, бүкіл дүниеде тоқтады, тосқауылға ұшырады. Енді қайтты. Барар жер басар тау жоқ. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Өңкейстан, Пүштандарға барып жатыр. Оны аңқау қазақ қайтеді. Телеарнадан күні түні Қытайды ойбай жұмақ, ойбай Қытай дамып кетті, ойбай айтып кетті деп мақтағаннан кейін аңқау қазақ басқа көлік алайын десе қымбат, ойбай Қытайдікі жылтырап тұр әшейін. Керемет бағдарламасы алып жатыр. Ертең бәрің бармақ шайнайсыңдар. Айналайын қазақтарым. Қытай тегін берсе де алмаңдаршы. Қытай сол көлікті тегін берсе де алмаңдаршы. Менің өтінішім осы. Қытай сол көлігін тегін берсе де алмаңыздаршы. Менің осы сөзімді жеткізіңіздерші. Қазақ айтады, бүлінгеннен бүлдіргі алма дейді. Бұл Қытай бүлінген ел. Құдайдың қарғысы жауып тұрған ел. Бағы тайған ел. Осы Қытайдан сол затты алмаңыздаршы. Жапонның, немістің шіріп кеткен көлігін алсаңда, Қытайдың жалтырап, жарқырап тұрған көлігін алмаңыздаршы. Менің сөзім осы. Тура осы сөзімнің осы жерін қиып тұрып таратыңыздар. Жапон мен немістің шіріп кеткен көлігін алсаң ал, Қытайдың жалтырап, жарқырап тұрған көлігін алмаңдаршы. Тегін берем десең де, шу қара құйрық деп қашып кетіңдерші. Қытайдың көлігін тегін берсе де алмаңдаршы, айналайын қазағым. Менің осы сөзімді тура осы жерінен қиып салып таратыңыздар.